Сәлеметсіңдер ме 9-шы сынып оқушылары? Бүгін біз 4-ші тоқсандағы бірінші жиынтық бағалау бақылауын, яғни тригонометрия тақырыбына байланысты жиынтық бағалау бақылауын есептерін шығаратын боламыз. Бізде бұл бақылау 4 есептен тұрады. 2, 4, 5 балдық. Мына сіздерге соңғы 4-ші есепті бонус ретінде қойдым. Және де сіздерге апайларыңыз осы есептердің дәл осылай есеп түрінде емес, кішкене сандарын өзгертіп, мына жақта сөздерін өзгертіп беруі мүмкін. Бірақ та осыған ұқсас есептер келеді. Сондықтан есептің шығарылу жолын түсініп, жақсылап түсініп алыңыздар. Және де сіздерге осындай тригонометриялық формулалардың барлық формулалар жазылған описанияға қалдырып кетем. Соны өздеріңізге жүктеп алып, осылай мен сияқты қырқып шақтап жүріңіздер. Бұл сіздерге есеп шығаруда көп көмегін тигізетін болады. Ал енді есебімізді шығарайық. Бірінші есептеңіз синус 105 градус азайтылған синус 75 градус. Ол бізде соңғы өткен тақырыбымыз бойынша, яғни мына формула преобразования суммы и разности в произведении дейді. Яғни біз айырымын, тригонометриялық функциялардың айырымын көбейтінді түрінде жазу формуласына саламыз. Яғни ол бізде синус альфа минус синус беттаға формуласына келеді. Сонда формула бойынша 2 косинус альфа плюс бетта бөлінген 2 көбейтілген синус альфа минус бетта бөлінген 2-ге келіп тұр. Осы формулаға салып шығарамыз. Берілген жазып қойайық. Сонда синус 105 градус минус синус 75 градус тең. Мына екінші формула. 2 косинус 105 қосылған 75 бөлінген 2 көбейтілген синус 105 азайтылған 75 бөлінген 2 тең. Сонда 105 қосылған 75 180, 180 бөлінген 2 ол бізде 90. Көбейтілген 105 азайтылған 75. Так, 5-тен 0, 5 азайтсақ 0, 10-нан 7 азайтсақ 30 ба? 30 бөлінген 15, 2 ол бізде 30 болады, 15 болады. Синус 15 градус. Енді оқушылар, косинус 90 градус бізде кестелік мәні бойынша ол бізде 0-ге тең. Яғни 0 көбейтілген синус 15 көбейтілген 2 ол бізде 0 болады. Келесі екінші есеп ықшамдаңыз. Косинус пи бөлінген 4 минус бетта минус косинус пи бөлінген 4 плюс бетта. Синус беттамыз бізде бірге тең екен. Біз бұл жақта косинус альфаның косинус беттадан айырым формуласын қолданамыз. Яғни ол бізде минус 2 синус альфа плюс бетта бөлінген 2 көбейтілген синус альфа минус бетта бөлінген 2 формуласына келеді. Осы формулаға қарап шығарамыз. Сонда бізде минус 2 синус альфа бізде пи бөлінген 4 минус бетта болып тұр. Сонда пи бөлінген 4 минус бетта плюс пи бөлінген 4 плюс бетта. Осының барлығы бөлінген 2. Көбейтілген синус. Енді екеуінің арасына минус таңбасын қоямыз. Минус таңбасын қойған кезде назар аударамыз. Беттаның алдындағы таңбада минус болып кетеді. Сонда пи бөлінген 4 минус бетта минус пи бөлінген 4 минус бетта болады. Бөлінген 2. Тең. Минус 2-ні жазамыз. Синусымызды жазамыз. Мына жақта қарасақ, бетта мен бетта қысқарып кетеді, өйткені екеуінің таңбалары әртүрлі. Пи бөлінген 4 плюс пи бөлінген 4 ол 2 пи бөлінген 4 болады. Немесе пи бөлінген 2, мына жақта бөлінген 2, яғни пи бөлінген 4-тің өзі қалады екен. Көбейтілген синус пи бөлінген 4 пен мына жақта пи бөлінген 4 қысқарып кетеді, екеуінің таңбалары әртүрлі. Минус бетта ол екеу қосылып минус 2 бетта болады. Минус 2 бетта бөлінген бетта ол 2 ол бізде минус бетта болады. Енді бізде синус тақ функция болғандықтан минус таңбасын ол алдына қарай шығарып жібереді. Яғни минус таңбасы мына минусқа бар плюс болады. Сонда 2 синус пи бөлінген 4-те бізде түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Яғни түбірасты 2 бөлінген 2 дейміз. Кестелік мәнді қараңыздар. Көбейтілген синус
бета тең, сонда бізде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Синус беттаның орнында бізде есептің берілгені бойынша 1 тұр, яғни түбір асты 2 бізде жауабы болады. Үшінші есеп сәл күрделірек есеп, сондықтан бұған 5 ұпай берілген. Бұл есепті сіздер естеріңізде болса, мен синустар тригонометриялық функциялардың қосындысы тақырыбында осы есеп, дәл осы есеп кездеседі. Қателеспесем, қазір ссылкасын қойып қоятын боламын подсказкаға. Үшінші есеп шығарамыз. Біз бұл жақта қарайтын болсақ, синус альфа мен синус 5 альфаны қоссақ, ол бізде синус 6 альфа болады. Синус 6 альфаны 2-ге бөлсек, синус 3 альфа болады. Солай шығарып көрейік. Сонда біз шеткі тұрған екі функцияларды бір-біріне қосамыз. Синустардың қосындысының формуласы, ол бізде ең бірінші тұрған формула. Сол формулаға қарап шығарайық. Керек. Енді айтқанымдай, шеткі екі функцияларды бір-біріне қосамыз, бөлімінде де дәл осылай. Сонда бірінші формуланы қолданамыз. Бірінші формула бойынша бізде 2 синус альфа плюс 5 альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус 5 альфа бөлінген 2 и плюс синус 3 альфа. Синус 3 альфа. Бөлімінде косинустардың қосындысының формуласы, ол бізде міне формула, 2 косинус альфа плюс бета бөлінген 2, косинус альфа минус бета бөлінген 2. Осы формулаға саламыз. 2 шетіндегі тригонометриялық функцияларды қосамыз. Енді жазайық. Косинустардың қосындысы бізде міне үшінші формула. Сонда 2 косинус альфа плюс 5 альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус 5 альфа бөлінген 2 қосылған косинус 3 альфа тең тангенс 3 альфа болу керек. Енді альфа плюс 5 альфа альфа плюс 5 альфа 6 альфа бөлінген 2, ол бізде 2 синус 3 альфа болады. Көбейтілген альфа минус 5 альфа минус 4 альфа бөлінген 2 косинус минус 2 альфа қосылған синус 3 альфа. Мына жақта да 2 косинус альфа плюс 5 альфа 6 альфа бөлінген 2, ол бізде 3 альфа көбейтілген косинус альфа минус 5 альфа минус 4 альфа бөлінген 2 минус 2 альфа плюс косинус 3 альфа. Тең болу керек тангенс 3 альфаға. Енді оқушылар қараймыз, бұл жақта назар аударуымыз керек. Бізде синус 3 альфа мен синус 3 альфаны жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Себебі екеуі бізде ортақ көбейткіш болып тұр. Бөлімінде де косинус 3 альфа мен косинус 3 альфаны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда синус 3 альфаны жақшаның сыртына шығарып жіберсек, мына жақта бізде 2 көбейтілген косинус минус 2 альфа қалады. Бізде косинус жұп функция, ол минусын жұтып жібереді, яғни косинус 2 альфаны өзі қалады. Бірақ та бізде бұл жақта олай жасаудың қажеті жоқ. Мына жақта қосылған 1 болады. Синус 3 альфаны синус 3 альфаға бөлсек 1. Бөлімінде дәл осылай косинус 3 альфаны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде 2 косинус минус 2 альфа плюс 1 қалады. Тең болу керек тангенс 3 альфаға. Енді қарап тұрсақ, бізде косинус 2 косинус минус 2 альфа плюс 1, 2 косинус минус 2 альфа плюс 1, екеуі бізде тепе-тең өрнек, яғни екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді. Ал тригонометрияның басындағы формуланы есімізге түсіретін болсақ, синустың косинусқа қатынасы ол бізде тангенсті береді. Яғни тангенс 3 альфа тең тангенс 3 альфа. Соңғы 4-ші есеп көбейтінді түрінде жазыңдар деді. Оқушылар, біз мына жақта түбірасты 3 бөлінген 2-ні кестеден қарайтын болсақ, 2 кестеде қарайтын болсақ, ол бізде косинус пи бөлінген 6-ға тең, пи бөлінген 6-ға тең. Яғни түбірасты 3 бөлінген 2-нің орнына косинус пи бөлінген 6-ны жазсақ болады. Сонда 4-ші есепті былай жазамыз. Түбірасты 3 бөлінген 2-нің орнына косинус пи бөлінген 6-ны қоямыз, қосылған косинус альфа. Әрі қарай біз үйренген формуламыз, яғни мына косинус альфа плюс косинус бета формуласына саламыз. Есеп өте оңай, сондықтан бұған балл аз берілуі мүмкін.
есебімізді формуласын саламыз. Сонда 2 косинус пи бөлінген 6 плюс альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус пи бөлінген 6 минус альфа бөлінген 2. 2 косинус пи бөлінген 6 бөлінген 2 ол бізде пи бөлінген 12 болады. Пи бөлінген 12 плюс альфа бөлінген 2 ол альфа бөлінген 2 деп жазсақ болады. Көбейтілген екіншісінде дәл осылай пи бөлінген 6 бөлінген 2 ол пи бөлінген 12 минус альфа бөлінген 2. Оқушылар, біз есебімізді осы түрінде қалдырамыз, басқа ештеңе істей алмаймыз. Осымен бүгінгі жиынтық бағалау бақылауын есептерін барлығын шығардық. Осы видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, маған каналыма тіркеліп, комментарий қалдырған, 5 сөзден тұратын комментарий қалдырған кез келген бір адамға БЖБ есептерін тегін шығарып беретін боламын. Сондықтан комментарийларыңызды аямаңыздар, сау болыңыздар.